Көптен күткен Ильяс Есенберлиннің трилогиясына режиссер Рүстем Абдрашевтің түсірген «Қазақ хандығы» атты телехикаясы да шығып үлгерді. Осындай кинодастандар жиі шығып, көрерменді қуантып және қазақ елінің тарихымен таныстырса ғой деймін. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін «Қазақ хандығы» телехикаясы туралы қызықты мәліметтерді айтамыз. Бұл жалпы біздің кино тарихымыздағы бірінші тарихи сериал болып саналады. «Қазақ хандығы» сериалы 20 бөлімнен тұрады. Бірақ түсіру кезіндегі кейбір қиындықтар туған үшін сценаристер сюжет желісін қысқартуға мәжбүр болады. Осы телехикая Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырысымен түсірілген. Телехикаяны түсіру Қазақ хандығының 550 жылдық мейрамы жөніндегі іс-шаралар жоспарына жатады екен. Бұл жобада бейнероликтер, ғылыми көпшілік бағдарламалар және экспедициялар ұйымдастырылған. Еліміз бойынша барлығы 100 шара өтті. Керей мен Жәнібек және Мәңгілік ел атты спектакльдер қойылған. Сөйтіп 2015 жылдың қаңтарында «Қазақ хандығы» атты сериал түсіріле бастайды. Ал жобаның қаражатына келетін болсақ, бір бөлігі халық қаражатынан, енді бір бөлігі демеушілердің қаражатынан алынса, негізгі қаржы мемлекеттің өзі бөлген. Телехикая қазақ тілінде түсірілген. Алайда фильмде шағатайлар мен жоңғарлардың өз тілінде сөйлейтін сәттері де болады. Актерлердің басым бөлігі Қазақстан өнер майталмандары. Соның ішінде Керей ханды ойнаған Қайрат Кемалов, Жәнібекті Еркебұлан Дайыров ойнаған. Қарлығаш Мұхамеджанова, Досхан Жолжақсынов, Аян Өтебергенов, Бекболат Тілеуханов және басқалары. Өзбек хан Әбілқайыр Шайбан-Шахтың бәйбішесінің рөлін Қытайдан келген Жанар Сағат ойнаса, ойраттардың билеушісі Өзтемірдің рөлін Моңғолиядан келген актер ойнаған. Хикаяда қазақтардың көшпенді өмірі, ұрыстары мен шайқастары кеңінен көрініс табады. Тек бір ғана көштің өзінде 200-ден аса адам, 150 жылқы, 10 түйе және намат каскадерлер тобының кәсіби каскадерлері қатыстырылған. Бұған дейін «Алмас қылыш» фильмінің тұсаукесер көрсетілімі 5 қаңтарда кинотеатрлерде өткен. Бірақ фильмнің түп нұсқасы осы телехикая екен. Осы кинодастанның көп көрермендерімен қоса елбасы Нұрсұлтан Назарбаев те жоғары баға берген. Президент фильмді қазақ халқының ұлттық сана сезімін көтеретін туынды деп атаған. Бүгінге осы. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, Пазл каналына жазылуға ұмытпа. Ал егер осы қоңыраушаны бассаң, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсың.